Қайырлы күн. Қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз қалай? Тікелей эфирде көргеніме қуаныштымын. Жақсыздар ма? Бүгінгі тақырып ақша. Роза Ізбасарова ханым желтоқсанда сабақты алыпты, нәтижемен бөлсем деп отыр. Роза ханым, мен сізді қосайын. Басқалар жиналғанша қазір Роза ханым қостым, сізді қабыл алыңыз. Сәлем. Тікелей эфирге қош келдіңіз. Қош көрдім. Ой, сәлем. Тоқ кеттім ғой, не айтар білмей. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсысыз ба? Біз күштіміз. Өте ризамын. Күшті мен. Мен қалай бөлсем білмедім, тас шылағым кетіп тұр. Басынан бастаймыз. Күшті. Рахмет сізге. Кішкене не қойшы. Жүрек. Айтып жеткізе алмайтын, прям күшті. Менің бауырым арақ қойды ғой. Бауырым арақты қойды ғой деймін. Көп не Құдайдан сұрайды. Мен сізді Құдайдан сұрап алдым, шын айтайын. Мен бұрын Виктория деген орыс қызды тыңдайтын. Бірақ көп мұндай түсінбейтін де арасында өтіп кететін. Түсінбейтін. Я Алла, маған бір қазақ қызды жіберші. Өмірімді өзгерткім келеді, түсініп, өзіміздің терең тілімізбен, қазақтың қасиетті тілімен түсініп, бәрін жасағым келеді, өмірімді өзгерткім келеді деген. Бір аптадан сіз шығасыз. Өткізіп жіберем ғой, біз айтасыз ғой, 155-ін еліктен. Курсты бағасын айтым. Ойбай, бұлар ұялмайды екен деп өткізіп жіберіңші. 3-4 күннен тағы жасын айтым. Роза, бұл Алланың маған белгісі, неғын келіп беріп тұр мына қызды деп тыңдап, курсымызды 1 декабрьден сатып алдым. Сатып алсақ 7 декабрь күні неге бардық? Бірінші нәтижемді айта кетейін. Чуға бардық, Чуға. Мен Алматыда тұрам. Алматыда барахолканың кептелісін бәрі білетін шығар. Чуға. Тез айтайын, уақытыңыз қалмау үшін. Содан 4:35-те біздің пойызымыз жүреді, 4:05-те біз кептелісте тұрмыз. 30 минут. Жаңағы жерде менің сіздің айтқаныңыз жасап, жақсы таксист келген деген тілеп жүрген, сондай таксист бала келді. Тез бізді апарып, пойызға тура кинодағыдай жүгіріп кіріп, соңғы аяғын сатып алды. Пойыз жүріп кетті ғой. Мен сол кезде ішімнен сіздің негізінен одан кейін 6-7 жыл бермеген қарызымды қайтарып жатыр. Күшті нәтижемен. Вообще айтып үлгермедім, керемет. Сізде уақыт аз ғой, енді көп адам білмей қойын. Тағы айтайын деген көп енді. Қайсынан бастап білмедім вообще. Қарызымды қайтарып жатыр, жаңа бауырым арақ қойды. Жаңа енді қаламайтын нәрсе бар, құпия. Оны талайын жасап тастадым. Күшті. Вообще күшті. Енді құдай берсе бір жақсы жаңалық болады. Онда Алла қаласа бөлісем. Енді Аллаға сан шүкір. Сіздің ертең сабақтағы күнде не бар ғой? 5 рет не жасайтын, соны сіз бетіңіз сүйіп тұр жасаймын. Күнде бетіңіз 5-6 рет деймін. Қай жерде жасаймын? Рахмет жаным, Алла сен берді маған, рахмет алтын. Бақытты болыңыз, сізді бүкіл қазақтың елдері алса екен деймін, шын айтайын. Ойланды, осы жерде көріп отқан қанша қыз ойланбай алса екен деймін. Қанша жерге бардым, осы бауырымды тілдім, деймін. Оны ораза ұстады да, одан кейін жиналып сол оразаға кетсек, болды, мен арақты қойдым дейді ғой. Рахмет сізге, Аллаға сан шүкір. Бәрі мына жерде екен, шынымен. Көп қыздар, келіншектер айтады ғой, жүрегім тыныштап қалды десе, бір автор жазып, не жүрегім тыныштап қалды деп айта бересің бе депші. Жүрек тыныш болса, бәрі келеді екен. Сіздің айтқаныңыз сол, шын. Бәрі өзі келеді екен, шешіле береді екен. Біз шынымен де ойымызды еттіп, сіздің айтқаныңыз. Қыздар, алыңыздар күшті. Ене бәр трактор келіп кетті. Рахмет сізге. Шақтадым, сүйдім. Армандарыңыз орындала берсін. Сондай әдемісің.
мәңгі дауысыз мотивация да бәрін тыңдаймын. Жан, мәңгі бақытқа бөлене беріңіз жаным, сол өте ризамын. мен бақыттымын. Айтатыным көп, бірақ уақыт жетпейді оған. Құшақтасыңыз. Қыздар, алыңыздар, бәріміз бақыттымыз. Ер адам даусын, әйелі кемпір шығып. Міне. Рахмет жаным. Құшақтадым сізді. Сау болыңыз. Рахмет алтын уақытыңызға, Роза ханым. Шірік. Осылай, осындай нәтижелерге жетіп жатыр. Мен айтқан болатынмын, егерде мына енді неше түрлі мәселе бар ғой адамның басында, иә? Тума-туысқандардың жаңағы ең бастысы бұл өмірде жүректің тыныштығы және де отбасының аманшылығы ғой ең бастысы. Бұл «Мен өз тағдырымның авторының» медитация курсында бұл бірінші айтылатын тақырып отбасының аманшылығы және де жүректің тыныштығы. Егерде енді әр адам болғасын біздер бауырларымыз бар, тума-туысқандарымыз бар, жанымыз ашиды ғой қанша дегенмен. Бәрінің тума-туысқандарымыздың да жақсы болғанын қалаймыз, бауырларымыздың жақсы болғанын қалаймыз. Бірақ жаңағы неше түрлі жағдайларға түсіп, ішімдіктер ішіп кетіп жатырса, құмар ойын ойнап жатырған болса, жұмыс таба алмай жүрген болса, сәтсіздікке ұшырап жүрсек, жандарым, сол курсқа келіңіздер, болмаса мәселенің барлығы шешіледі. Медитация сіз тыңдап отырған кезде, мысалы, «Мен өз тағдырымның авторы» медитация курсына келіп, медитация тыңдаған кезде, сіз өзіңіздің жолыңызды ашасыз. Және бүкіл әулетіңіздің жолын ашасыз. Бұл физика. Көзге көрінбейді, бірақ сол жұмыс жасайды. Мадина ханым, Наурыз дейді. Наурыз. Эфирге қосыңызшы. Мадина ханым, қосайынызды. Қабыл алыңыз, Мадина ханым. Ассалаумағалейкум. Ал жасаймыз. Қалай? Мен айттым ғой, мен эфирға кірер кезде айттым, мен бірінші болып қосыламын деп, өзім техниканы жасап жіберіп қойып отырғам ғой, міне Аллах куә. Осындай міне техниканың құдіреті бар екенін, эфирдегілер тағы біліп қойсын деп, асын сызып айттық қояқ деп. Жаным. Енді қалыңыз қалай, Әйгерім ханым? Рахмет. Мен енді кішкене тамағым ауырып тұрса да, мынау эфирге азда болса пайдам тигізейін деп, сізге бірауыз рахметімді айтайын деп шықтым. Біраз енді бір айтатын әңгімелерім өте көп, бірақ енді сіздер естісе екен деген бір-екі ауыз әңгімем бар еді, соны айтып өтсем, рұқсат болса. Мен енді өзгеріс неден бастады деп айтады ғой. Әйгерім ханым эфирде айтады ғой, өзгеріс неден басталды деп. Өзгеріс мына шаштан басталды міне. Өйткені Әйгерім ханым айтты ғой, ақша деген ол сіз деп. Сондықтан енді біз айтамыз ғой, ақылға қарай, адамның түріне қалай қарсы алып, ақылына қарай шығарып салады деп қазақ атамыз айтып кетсе де, біз оны елемейтінбіз да, шашымыз ағарып кетсе де жүре беретінбіз еді ғой эфирге шығып. И масканы киіп алатынбыз да. Сондықтан да мынау қазір сосын ақша ол сіз дегеніңе мынау маған бомба болып прям қадалды ғой мына жерге. Ойбай деп барып шашымды, бұрын шашым қара болған менің. Қазір міне осындай жасарып қалған жайым бар. Ең өзгеріс осыдан шаштан басталды деп айтайын. Енді мен Әйгерім ханымды негізі алмас бұрын сразу мен алған жоқпын. Өйткені бұл кісіні мен өте көп зерттедім. Себебі мен енді 13 жыл өзіммен тоқтаусыз, бір минутта ойым бос емес, өзіммен жұмыс істеп, мынау наблюдатель, бақылаушыны қосып қойып, әр секунд сайын жұмыс істеп отырған адаммын. Сондықтан да осынша уақытқа дейін 13 жылда мен ойлай беріңіз, қаншама мен эфирлер көрдім, қаншама сабақтан өттім, мына жерде шүкір бар деп. В общем, коучтарға жаңағындай сен оқитын жерде сабақ берем деген дәрежеге жеткен адаммын ғой. Бірақ адам неғұрлым көп білген сайын, вообще білерім біреу, білмесім 99 екенін оны да білесіздер. Адам неғұрлым көп білген сайын өзі жаңағындай тупица болып санайды екен өзінше. Ана одан сайын деп жаңағындай қорқыныш сезімдері болды да менде. Өйткені өте көп білген, ол да тоже не екен, кедергі екен адамшы. Өйткені мен сосын эфирге келер кезде бірінші зерттедім, бұл қыз кім, маған бірінші танысым жіберді сіздің эфиріңізді тағдыр хаты деп. Мен білмейтін қандай техника екенін деп сізді әбден зерттеп, ютубта ашып, бүкіл эфирлер тыңдап шықтым. Сосын барып бір маған сөз ұнады.
мен жолдасымды жазу арқылы таптым, екеуміз жаңағы Малайзияда кездестік дегеніңізде оппа деп. Өйткені мен өзім 31 жасымда техника исполнения желаний деген сатып алып, жаңағындай күйеуімді жаңағындай жазу арқылы тапқан адаммын. Сосын бір айда шықтым ғой, мен 31 жасымда, мен ол кезде жігітім де болған жоқ, ешкім де болған жоқ. Аллахың қалауымен енді 3 жыл ораза тұтып барып, сосын барып жазған кезде, мен техника исполнения желания деген кезде бір айда күйеуге шықтым ғой, Аллахың қалауымен. Еще мен есікке жазып қойғам, удачно выйду замуж деп. Сонда бәрі күлетін, мен үйіме келген адамдар. Ойбай деп. Сонда мен айтасың, көресіңдер дейтін. Сосын жаңағындай не жаздым, сол 99% орындалды. Не жаздым. Сосын үйімді де солай алдым. Жазу арқылы алдым. Және де мен құр жазып қойған жоқпын. Мен сол состояниеде өмір сүрдім. Еще мен әрекет еттім. Жаңа пойызда кіммен таныстырады, кім маған жазады, соны бәрімен встречаться етіп, сөйлесіп көріп, әрекет етіп, болады маған, болмайды деп, кәдімгідей таңдап, Аллахтың қалауымен. Қазір 4 баланың анасымын. Аллахума альхамдулилля. Қазір мен 44 жастамын. Сондықтан да бәріне үлгердім деп айтсам болады. Бірақ енді қараңыз. Мен енді Әйгерім ханым маған не үйретеді деп келген жоқпын. Менде қазір не мазалап тұр? Мен қаншама супер-пупер, мысалы, өте көп білім алдым. Мен қазір международный эзотерический центрдің мүшесімін. Ода деген мен қазір аудиопрограммалармен емделіп жүрген адаммын. Қазір мен сізге айтайын, сіздің сабағыңыз не бергенін айтайын маған. Енді қараңыз, мен енді каждый секунд жаңағындай ойлау, өзімен жұмыс істеген адам, ол өте қиын екен айтады, өлгенше өзімен алыс деп. Өте қиын болды маған. Сосын кеш-кешін депрессияға шығып кете бердім. Мысалы, эфирлерді көрем, күшті болып, эйфорияда жүрем, ана техникаларды біраз жасайм, қандай күшті деп жүрем. Сосын желі шыққан шардай, доптай, қайтадан өзімнің бұрынғы күйіме тартып кете береді. Мен Джо Диспензаны 2018-ден бастап тыңдаймын, және оның эпифизінің жаңа жаттығуын жасап жүрген адам. Қойып кеттім да, одан кейін жасамай қалдым. Сосын маған не керек деп мен өзіме запрос жіберген кезде маған жүйелік керек дедім. Өйткені мен өзіңіз эфирді білесіз ғой, бүйтіп жүремін да, ақша келатқан кезде анау балама айғайлай қалам, либо байыма айғайлай қалам, бітті. Ана келетқан ақшаны өзім теуіп жіберем да. Аллах, негізі қазақ айтады ғой, бір күн ұрыс 40 күн берекені кетіреді деп. Міне соны мен іздеп жүрдім. Мен қалай өзімді жүйелеймін? Мен не істеймін? Үйде отырған 12 жыл мен 4 қабырғада үйден шықпай отырған анамын да. Елестеп едіңіз менде қандай стресс, қандай не болды? Адам менде бәрін білгенімен де оны адам бүйтіп шуып бір аспанға керемет болып жүргеннен кейін бір ауыз сөзбен күйеуім мені аяғымнан тарта қалады, бітті. Мен қайтадан жалғанған нейрондарым жарылып кете берді да. И мен естественно қолыма кеп тұрған бақытты жібере салам, қайтадан жылап сөйтіп қалып жүрдім. Сосын не істеді дейсің ғой? Мен деген сіздің эфиріңізге келген кезде ең бірінші енді алған оққан сабағым, менің ең бірінші проблемам ол қыздар, мен осы сәтті қабылдай алмауым. Енді қараңыздар, мен осы сәтті қабылдап, осы курсқа дейін Алланың шексіздігіне қосылған адаммын. Медитацияның түр-түрін жасап, оның алдында тура эфирге дейін 66 күн мен Джо Диспензаның жаңағындай армандар орындаладының техникасын жасап жүрген адам, медитациядан шыққан адам. Сосын нәтиже көре алмай қалған үшін қайтадан депрессияға кетіп қалдым. Сөйтіп, ешқандай курс алмайым деп шештім. Сонда қарасаңызшы, ешқандай курс алмайым, болды, маған хватит, өйткені осы уақытқа дейін мен миллион теңгеге рассрочкаға оқып болған, жексұрын болып күйеуіме сөйтіп жүрген адаммын ғой енді. Сонымен енді не істеймін деп жүрген кезде сіздің эфиріңізге кіріп, өз аузыңыздан тыңдаған кезде мен болды, осы курсты алам деп шештім. Қалай шешім қабылдадым? Маған Алла тағала өз жолын ашып берді. Сосын эфиріңізге кіре қалған кезде маған ең бірінші инсайт, менің бүкіл проблемам ол осы сәтті қабылдай алмай төбелесіп жүргенім екен да. Мен енді өзім сондай честныйлықты өзім висимын ғой, шана честныйлық мені өлтірді да, мынандай постоянно разочарование болып қала берем. Сөйнеген адамдармен жаңағындай ақыл айта берем, в общем, ата-ана рөліне кіріп кеткен екем. В общем, өмір бақи мен ана бета состояниеде өмір сүрген адам екенмін да. Соны мен түсінген кезде, неге біз мысалы ғайбаттама дейді да, өзің сол өмірді өмір сүрмей, сол өмірден өтпейсің деген хадистің мағынасын түсіндім да. Өйткені
адамдар мысалы біз жамандай саламыз, ал оказывается сіз айттыңыз ғой эфир жаңағы сабақта, оны сіздің түп санаңыз сіз деп қабылдайды деген кезде маған маған ол міне понимание келді да. Сосын маған айттыңыз жаңағындай осы өмірде жаңағындай адам осы сәтті қабылдаған кезде ғана өмір сүре бастайды деді. Мен сол инсайттан кейін ғана жүрегім орнына келіп, кәдімгідей мынау ақша мақталып кетті ғой, мынау вообще қуанғанымнан сізге рахмет айтып, өзіңізге де жекеңізге де жаздым. Мынау осы мен қазір уже мен ең түсінбей жүрген нәрсем осы екен. Қаншама білім алсам да, нетсем де осы сәтке қарсыласпау деген понимание келді маған. Оны эфирде көріп отқандар мысалы бірден түсінбеуі мүмкін. Оған да қаншама жыл, қаншама бір нәрсені ұғыну үшін Алла тағала өзі ойыңа салып, жүрегіңе салып қояды. Көкірек көзін ашып қояды екен. Сонда мына эфирден кейін менің енді алған нәтижемді айтайын, көп сөзбай әйтпесе мен подкаст түсіруге болады, негізі бар ғой. Мақтанғаным емес, подкаст түсіруге болады. Бірақ деген сіздерге айтарым бар ғой. Мынау ең бірінші алған нәтижем мен бар ғой, Айгерім ханымша, бұл сабақты 99%-ін мен білген екем. Мен бұл информацияларды білгем. Өйткені мен 13 жыл үздіксіз дамып келе жатырмын ғой. Бірақ мен айттым эфирге келер кезде, мен ештеңке білмеймін, мен білгім келеді. Дәл қазір маған не керек, мен білгім келеді. Мен ештеңке білмеймін деп келдім. Аллахтың қалауымен маған информациялар ашылды. Сонда мынандай инсайт алдым ғой мен. Жаңағындай енді не келді да, даже айтқан анекдотыңызға дейін біледі екем да, манақ туралы ше. Оны да өзім айтып жүр екем. Сосын бар ғой, енді білем деп көп айтпаймын, мақтанбаймын, жалпы айтамын да, енді мен сияқты жаңағындай өз-өзімен 99% дамытып жүрген адамдарға да сабақтың не берген құндылығын айтқым келіп отыр да. Енді қараңыздар, мен тағдыр хатыма ең бірінші денсаулығымды жаздым. Сосын отбасымды жаздым. Маған машина үйден бұрын, маған денсаулық ең бірінші байлық екенін ұқтым. Өйткені мен 10 жыл арқам мен мойнымды көтере алмай ауырып жүрген адаммын. 10 жыл болды міне. Сіздер ойлаңыздар, бір күн басыңыз ауырса қандай боласыз да? Маған айтады, елдер жас көрінесіз деп. Мен айтамын, менің арқам мен мойным ауырмағанда, бұдан да жас көрінген екенмін ғой, бірақ осыған да шүкір, арқам мен мойным ауырғанына мені өте көп дамытты. Өйткені мен осы арқам мен мойын ауруын зерттеу арқылы, оның даже психосоматикасын зерттеу арқылы мен қазіргі деңгейге жеттім да. Сонда бұл маған өте үлкен сабақ берді. Қаншама жыл мен мысалы бүкіл кірмеген проектім жоқ, кірмеген сетевойым жоқ. Осы арқам мен мойным ауруын зерттеу арқылы да енді көмектесіп қаларыма деп. Сонымен не істе дейсіз ғой? Кеше Аллахтың қарауымен 22 апрельде сонау Питерден именно Атлантист 39 жыл стажы бар врач келеді ғой Ақтауға. Біз Ақтауда тұрамыз қазір. Былтыр көшіп келгенбіз. Сөйтіп, әлгі жерде маған алдынан шыға қалады, мойын ауру деп. Соны мен просто баламның арқасы қисайып кеткеннен апара қойған баламды. И өзімді заодно тексеріп салайын десем, оказывается, біздің ең бірінші генерал омыртқа атлант қисайып кеткен екен да. Бүкіл проблема арқам ауру, бас ауру сол екен. Содан әлгі жерде екеуміз қомақты үлкен ақша сұрады. Соны күйеуім жаңағын Аллахтың қалауымен тауып берді, сол моментте, сол жерде. Сосын мен неттім ғой, техниканы орындадым ғой сол жерде отырып. Сосын кім айтады жаңағы кіріп жатқан ассистенттер, сіздің барлық жер дұрыс па сіз деп, не көзіңіз жұмып, басыңыз айналып отыр ма деп. Мен айтамын, мен техника орындап отырмын дедім. Маған қазір кірген кезде ақша сұрайды ғой, мен ақшаны қайда табамын, үйде тұрған маған қазір техниканы орындауым керек деп, армандар орындалатын техникасын жасадым да, бісмілдамды айтып Аллаға тапсырдым да, сосын күйеуіме звондамайын ба, күйеуім конечно қарсы болды. Мен айтам, сонда мойным ауырып жүре берейін ба, жарайды дедім. Сосын тағы да техника жасадым, күйеуім маған қазір ақша берді деп. Сонымен звондадым, тағы звондадым. Сол моментте ақша табыла кетіп, Аллахтың қалауымен 22 апрельде мен 10 жыл ауырған арқа мен мойын ауруымнан айықтым. Қазір енді бар ғой, арқа мышцалары ауырып тұр, бірақ мынау мойным артқа кетіп қалғаны, даже медитацияға отырамайтын едім. Копчикке дейін ауырады ғой мынау шы. Отырамайтын едім түзу. Медитацияға да отырамайтын едім. Сол қазір мен медитацияға да қақиып отырам. И медитациядан алған әсерімді айтпай қояйын. Мына қараңыздар, медитация деген бұл Айгерім ханым, сізге Алла разы болсын екі дүниеде. Мынандай медитация, мен қаншама оқып жүрмін адамдардан да 250-300 мыңға просто 10 күндік аудио сатып алған кезім болды. Арқа ауруынан айырылайын деп сондашы Айгерім ханым.
200 мыңға маған 10 күнге аудиопрограмма сатты. Өйткені аудиопрограмманы қалай тыңдайсың, жоғары вибрацияға өтесің. Естественно, сенің анау әркім өзінің анау ішкі жаңағы сана, жаңағы ішкі санамыз бар ғой мына біздің. Сол өзі емдейді. Адам өз-өзін емдеп алуға ешқандай батсыз-ақ, ешқандай ештеңкесіз-ақ адам өз-өзін емдеп алу дәрежесіне жетеді деді ғой маған. Аудионы кім тыңдайды деді маған. Мен соны біліп алғам. 200 мыңға сатып алдым ғой соны. 10 күнге. Оның да көмегі болды. Мен рахмет айтамын. Бірақ мынау сіздің транстенденциялық медитацияңыз өте қатты көмектесті маған. Мен соны өте жақсы көрем. Өйткені мен ол аудионың құдіретін білемін, қалай адамға әсер ететінін. Сосын бар ғой, мынаны қараңыз. Мен деген ең бірінші сізге рахмет айтатыным, мен қаншама курс алып жүрмін, 300 мыңдық курстар алдым, 500 мыңдық курстар алдым, бірақ ол жерде айтады, ересек халге өтсең, ішкі состояниеңді жөндесең, және де мынау рухыңды оятсаң, ой, ақша өз-өзінен келеді деді. Жоқ. Мен олай да істеп көрдім. Ақша маған келе қойған жоқ. Сонда мен мынау сіздің ең бір рахмет айтатын жерім, миллионердің ойлау жүйесі күнделікті. Мен күнде тамақты да, чайды да сонымен жасап, сонымен оянам, сонымен тұрам, құлағыма тағып алам да, мен 4 балам бар. Жаңағындай құлағыма тағып алам да, спокойно тамағымды да жасаймын, балаларымды да ойнатам, мен сол немен өмір сүрем. Еще сіз ол жерде қадап пошаговый, мынадан кейін мынаны істе, мынадан кейін мынаны істе деген мен өте риза болдым. Өйткені мен соны істеу, ересек күйге қалай енеді ол? Қалай ол ақша келеді маған деп, мен уже қаншама подкаст көрдім, қаншама курс сатып алдым. Бірақ мына сіздің, айтады ғой, Алла тағала өзі жаңағындай өсіреді екен адамды ше, бір дайын болған кезде. Мен осы информацияларды алуға дайын болған екенмін, значит, понимание келді маған. Сосын ең күштісі анау, айтсаңызшы, таңғы медитация. Сосын ана эпифиз деген, енді эпифиз ол қыздар, эпифизін ашқан адам ол мәңгілік жас болып қалады негізі. Эпифиз ашқан адам мәңгілік жас болады. Иншалла, Аллахың қалауымен. Мен қарттық ол по-любому келеді, бірақ мына көңіл жастығы деп айттым ғой, көңіл жастығы. Жаным сол. Нәтижеңізбен бөлісе қойыңыз. Нәтижемен бөліскен бар ғой. Рахмет жаным. Иә, нәтижемен бөліскен. Мен ең күшті нәтижем бар ғой. Енді мынау айтып отыр ғой эфирлерде де қыздар, ойыңдағың орындалып кетеді деп. Мен баламды осы Ақтауға келгелі бері енді білмеймін ғой, қандай врач бар, кім бар. Сосын мен айттым, сүндет өту керек деп. Сол моментте мен алдымнан Алла тағала рекламаны шығара қалады. Прям VIP клиент болып сүндет төлеміз ғой. Аллах қалауымен VIP клиент болып сүндет төлеміз. Сосын менің ең жазған ұлы менің желанием бар, орындалды. Бірақ оны мен бөлісе алмаймын. Себебі айтуға болмайды оны. Бірақ мен ең ұлы деген нем орындалды. Осы тағдыр хатыма да жаздым, мен оны қалауыма да жаздым. Сосын бар ғой, қаламайтыным бар ғой, қаламайтыным да орындалып кетіп жатыр ғой. Сондықтан да қыздарға айтарым, мына эфир тыңдап отқан адамдар, сіздер мынау бізге қарап, ойбай деп сразу анау маркетинговый ходқа салынып кетпей, жүректеріңізге сұрақ қойыңыз. Мені қазір не мазалап тұр? Әркім өзінің естігенін, қалағанын табады. Осы именно Айгерім ханымның несінен, мен айтып отырмын ғой, қай жерде чұқыр бар екенін. Барлық сұрақты сіз иншаллах осы Айгерім ханымның эфирінен, бүкіл несінен, сабағынан табасыздар. Даже қаншама ютубтағы эфирді көрсеңіз де, сабақта ол жерде айтылмаған тақырыптар бар. Мына өз-өзіңіз түсінесіздер, понимание келеді. Сондықтан да Аллахтың қалауымен жаңа жапырақ жерге түспейді, қоймайды дейді ғой. Барлығы Аллахтың қалауымен болып жатыр. Сондықтан да барлықтарыңыз сәттілік тілеймін, сізге Алла разы болсын. Тағы да эфирлер, нелер күтеміз сізде, жаңа медитациялар, жаңа туындылар. Міндетті түрде. Сондықтан да бәрлеріңізге рахмет, сәттілік. Құттықтадым, сүйдім, жаным сол. Өте ризамын сізге. Мен де ризамын. Нәтиже беріп жатырғанына. Рахмет. Бұл Мадина ханым наурыз айында алған сабақты. Наурыз айында алды. Бір ай өтті ме? Әлі өткен жоқ па? Міне осындай нәтижелерді көріп жатыр. Окей, телефон беріңізші дейді. Менің телефоным +7 777 222 11 11. Окей, енді авторларды тыңда, жандарым сол, құрметті де қымбатты авторларым. Қысқада нұсқа нәтижелеріңізбен тарс бөлісе қойыңыздар, е? Мен түсінем, бұл сабақтан сіздер көп инсайттар аласыздар, және инсайттар шексіз ғой. Көп шексіз. Мына сабақтың инсайты енді түсініп күшті болғаннан инсайт көп, алайда
тікелей эфирге тек нәтижеңізбен бөлісуге шыға қойыңыздар, шығам десеңіздер, нақты осы орындалды деп. Және де бір жақсы бір қалауыңыз орындалған бір айтып берсеңіз, сол болады. Окей, енді сабаққа кірсек, ақша ғой, ақша. Барлығы адамның ақысына қалуға болмайды дегенді сіздер барлығыңыз естідіңіздер ғой. Естідіңіздер. Бұл бекер айтылмаған сөз. Көп адам білместіктен адамның ақысына қалай береді. Және де адамның ақысына қалған кезде ақша ағыны бірден жабылады. Бұл ғалам, энергия деп айтыңыз, Алла Тағала деп айтамыз, ғалам деп айтамыз. Қалай айтсаңыз да, әйтеуір бір үлкен күш бар. Сол күш, мен ғалам деп атаймын. Ғалам сіздің барлық сезінген ойларыңызды, яғни әрбір ойыңызды, әрбір сезіміңізді, ол әрбір жасап отырған қылығыңызды бәрін әр секунд сайын естіп отыр, көріп отыр. Енді сіз адамның ақысына мен ешқашанда қалған емеспін, қалмаймын деп айтуыңыз мүмкін. Алайда бір жерде бір болады ғой, бір тегін алып қалғыңыз келеді. Тегін берсе екен деп қалайсыз. Немесе қолданып қалайыншы деген мына бейсаналық сіз білмейтін ойыңызда дауыстар келген кезде ақша ағыны бірден жабылады. Өйткені ғалам ешкімнің ақысына қалма деп айтады. Және де әр еңбектің құны бағалану керек. Сондықтан ешкімнің ақысына қалмаңыздар. Қанша төлеу керек, мысалы, төлеу керек. Тіпті үйге аспазды жалдаған кезде сіз ойлауыңыз мүмкін, арзаны болса екен, арзанырақ, бірақ күшті сапалы болса екен деп ойлайсыз да, сосын аспазбен саудаласып, ақшасын төмен түсірген кезде сіздің ақша потогыңыз жабылады. Өйткені ғалам оның барлығын көріп отыр. Мен сізге айтайын, ақша шексіз. Ақша ешқашанда бітіп қалмайды. Ақша сіз ойлағаннан да көп. Және ақша бітпейді. Ақшаны бітіп қалды деп айтып отырған ол өзің ғана. Өзіңе өтірік айтып отырсың. Таңертеңнен кешке дейін. Ақша жетіспейді. Ақша бітіп қалады. Арзанырақ болу керек. Сосын, мысалы, бір адам, мысалы, мен курстың бағасын 155.555 теңге қойдым делік. Ал басқа коучтар бар ғой, мысалы, олар 500.000-ға қойды делік курсын бағасын. Сосын сізде, мысалы, ой пайда болуы мүмкін. Қымбатырақ қойған коуч туралы 500.000 теңгеге қойғаны нес? Ол не қымбат сұрап отыр? Ол неге соншама қымбат сұрайды? Арзанырақ берсе болады ғой деп ойлаған сәтте сіздің ақша ағыныңыз жабылады. Өйткені сіз ол адамның жасаған еңбегін, құнын бағаламай отырсыз дегенді білдіреді. Ал әр адам өзінің бағасын өзі қоя алады. Және де біз әр адамға сен арзан сұрап отырсың, сен қымбат сұрап отырсың деп айта алмаймыз ешкімге. Айтуға қақымыз жоқ. Өйткені әр адамның өзінің таңдауы бар ғой. Әр адамның таңдауын біз құрметтеуді үйренуіміз керек. Әр адамның еңбегін сыйлауды үйренуіміз керек, бағалауды үйренуіміз керек. Сондықтан айтып отырмын ғой, ғалам барлығын естиді. Қымбат сұрама деп айтсаңыз біреуге, сіздің ақша ағыныңыз жабылады. Неге? Өйткені сіз қандай тербелісшілігін жіберіп отырсыз? Тапшылық деген тербелісшілікті жіберіп отырсыз, сосын тапшылық болып сізге қайтып келеді.
яғни ақша ағыны жабылады бұл жерде. Және де сіз оны байқамай жасайсыз да күнделікті. Соны доғару керек. Айгерім ханым сізден курс алса, қанша ай доступ болады? Азиза ханым, рахмет сұрағаныңызға. Курсқа доступ 5 ай болады. Тікелей эфирге шығып нәтижеңізбен бөліссеңіздер, тағы да 2 айға созып беремін. Сонда сізде доступ 7 айға болады. Міне. Сондай сияқты күнделікті шектеуші сенімдер сіздің ақша ағыныңызды күнделікті жауып отыр. Сізге енді не істеу керек бұл жерде? Енді ақша жоқ, сіз тығырықта жүрсіз делік, жетіспей жатыр деген кезде де сіз не ойлауыңыз керек? Мен ешкімнің ақысына қалғым келмейді, және де мен бере алам, және де ол ақша маған әйтеуір бір жерден келеді, міндетті түрде. Мен берем. Мен үнемдегім келмейді. Мен ешкімнің ақысына қалғым келмейді деп айтсаңыздар, жандарым сол. Ғалам оны естиді бәрін. Және сіздің ниетіңізді түсініп, ол бірден береді. Сол затқа, сол кәсіпке, сол жұмысқа, сол ақшаны жеткізеді. Сосын ақша заңсыз табылған ақша, заңсыз, заңы қайшы, заңы қарсы табылған ақша оңдырмайды сізді. Ақша заңдылықты жақсы көреді. Ақша әділетті жақсы көреді. Ақша адалдықты жақсы көреді. Сіздер ең бастысы ақша дегеніміз не? Ақша дегеніміз ол сіз, және де ол сіздің құндылығыңыз ғой. Бұл өмірге әкелетін. Және де әр адам өзінің шығармашылығын шығарып, өзінің затын шығарып, өзінің тәжірибесімен, өзінің мысалымен, енді өмір дейтін тәжірибе ғой, өткен шақтағы. Соны сіздер упаковать етіп сата аласыздар. Мысалы, әркімге әрқалай, мысалы, сізге помада жаққанды ұнайды делік, косметика жаққанды ұнайды делік. Сіз өзіңіздің косметика брендіңіз шығара аласыз. Міне, бұл сіз. Және сіздің жүзіңіз, ол сіздің жеке брендіңіз. Өз еңбегің ол мәңгі өзіңдікі болып қалады. Біреуге қызмет еткенше. Әрине, қазір түсінем, мүмкін сіздер басқа адамдарға қызмет етіп жатырсыздар. Бірақ сіз осы мен өз тағдырым автор медитация курсына келген кезде, сіз осы біліммен өздеріңіздің империяларыңызды құра аласыздар. Мына сіздің сүйікті әдемі жүзіңіз бар ғой? Сол сіздің брендіңіз. Брендке айналдырасыздар өздеріңізді. Және автор ешкімге ешқашан қызмет етпейді. Автор өз брендін қалыптастырады. Өзінің империясын қалыптастырады. Автор ешқашанда заңға қарсы шықпайды. Заңды жұмыс жасайды, заңды ипысын ашады, заңды налог төлейді, заңмен тату автор. Ал біреудің шығармашылығын ан жерде мына жерде сатып, бір тиын көріп қалам, бүйтіп қалам десеңіздер, яғни ол сіз біреудің ақысына қалып отырсыз ғой. Көрдіңіз бе? Ғалам оның бәрін көреді. Сіз қандай да заңсыз жұмыс жасайтын болсаңыздар, заңға қайшы, ғалам бәрін көреді. Сондықтан заңсыз ештеңе жұмыс жасамаңыздар. Әйтпесе, сәтсіздікке ұшырайсыздар. Әр адамның еңбегі бағалану керек, және бағалау керек. Ал бағаламаған адамның еңбегін бағаламаған адамда ақша ағыны тоқтайды. Бұл көрінбейді көзге. Бірақ әр секунд сайын мына ғалам істеп отырған ісіңді барлығын көріп отыр. Және де қаша алмайсыз бұндайдан. Сондықтан құрметті де қымбатты оқырмандарым, ешқашанда заңсыз ештеңе жасамаңыздар.
әрқашан адал, әділ, абыройлы болыңыздар деп айтқым келеді. Ақша адалдықты, әділетті және абыройды жақсы көреді. Құйылып, төгіліп келеді. Және шексіз ақша. Ақша қиын дейтін ой бар ма қазір сізде? Ақша бітіп қалады, ақша жетпей қалады деген. Кімде ой бар қазір? Айтыңызшы. Егер де ой болса қазір, ақша жетпей қалады, бітіп қалады деген. Ол өтірік ой. Сіз өзіңіз сол өтірік ойға өзіңіз алданып отырсыз. Ақша шексіз. Және де сіз ештеңеге тәуелді болмауыңыз керек. Менде еркіндік бар. Еркіндік болғанда, бірінші мен еркін өзімді сезіндім. Содан кейін барып маған ақша ағыны келіп бастады. Еркін деген ол қалай? Ақша бітіп қалады, қысылып, тегін пайдаланып қалу, біреуді тегін жұмсап алу, біреуді алдап, мақтап, бірдеңені істетіп алу. Жоқ. Біреуді мақтап, бірдеңені істетіп алсаңыз, қалағаныңызды жасатып алсаңыз, ғалам бәрін көріп отыр. Сіз ол адамды қолданып отырғаныңыз көріп отыр. Және де ақша ағыны бірден жабылады бұндай кезде. Сондықтан өздеріңізге әрқашан адал болыңыздар. Сіз енді өзіңізді алдамаңыздар. Ақша табасың, бірақ басқара алмайсың дейді. Ақшаны басқара алу дегенде былай ғой. Ақша ол энергия, яғни ақша дейтін ол көп. Сіз басқара алмайсың деген кезде, сіз үнемдеп қалғыңыз келеді. Өйткені сізде, егер үнемдеп қалғыңыз келсе, ғалам оны естіп отыр. Мына үнемдеп қалам деп отыр, деп естіп отыр барлығы. Сосын естейді. Қазір үнемдейсіз, сіз одан да үнемдейсіз, және ақша ағыны тоқтайды. Сізде ақша ағыны тоқтайды, өйткені сіз үнемдеуді ойладыңыз. Жырып қалып бір жерде бермей, үнемдеуді ойладыңыз. Сіз үнемдеуді ойлаған кезде ғалам сізге ақша ағынын тоқтатады. Бұл физика. Сондықтан мен өз тағдырым авторым курсында мен бұл туралы толық ашық айтып беремін. Ақша өте көп. Және де ғалам бізге не дейді? Шаш ақшаны дейді. Үнемдеме дейді. Ешкімнің ақысына қалма. Берші сол ақшаны, төлеші сол ақшаны. Еселеп келеді саған. Бірақ сен бірінші жіберуді үйренуің керексің ақшаны. Қыспай ақшаны. Міне, сондықтан ақша шексіз. Ақша бітпейді. Дүние жүзінде қазір миллионерлердің саны өсіп келе жатыр. Білесіздер ғой? Миллионерлердің саны күн сайын өсіп келе жатыр. Бұл әлемде, планета жерде 8 миллиард халықтың ішінде долларовый миллионерлердің саны өсіп келе жатыр. Күнде. Қалай? Білім арқылы, ойларын саналы түрде басқару арқылы олардың ақша потоктары ашылып жатыр. Неге? Өйткені бұрын, осыдан 20 жыл бұрын, 40 жыл бұрын, тек қана миллиардерлер, яғни ізденген адамдар бар ғой, визуализациялау, даму сабағын алып, оқыған, медитация тыңдаған, тіпті Майкл Джексонның өзі. Тағдыр хатын жазған. Мен әлемге әйгілі әнші боламын деп. Медитация тыңдаған. Күнінде 30 минуттан. Осылайша ол әйгілі әнші болды. Және де ол не істеді Майкл Джексон? Майкл Джексон ол кезде бүткіл рухани
коучтардан сабақ алды. Олар тектен тек әйгілі әнші, миллиардер болып кеткен жоқ. Олар ізденді, және де білесіз бе, бұл ақпаратты басқа адамдардан бұрын жасырды. Осы қазір «Менің тағдырымның» автор медитация курсында беретін сабақты бұрын басқа адамдардан жасырды. Айтпайды, ешкім ештеңеге айтпайды. Қымбат ақшаға сатады, болды. Осылайша өздеріне инвестиция, қымбат ақшаға сатып алған адамдар инвестиция жасау арқылы өздеріне ақшаларын еселеніп, қазір миллиардерлер болып отыр. Көрдіңіз бе? Ал қазір интернет болғандықтан, енді ғалымдардың зерттеуі бойынша адамдардың көзі ашық қой. Сол үшін адамдар долларовый миллиардерлердің саны күннен күнге өсіп келе жатыр ғой. Сондықтан молшылық деген шексіз, ақша жоқ, ақша бітіп қалады, ешкім менің затымды сатып алмай қалатын сияқты деген ойыңыздағы өтірік дауыстарға сенбеңіздер. Олар сізді алдайды, өтірік айтады. Курс бағасы қанша? Курстың бағасы 155.555 теңге. 26 медитация беріледі, ғылыми дәлелдерге негізделген, және де дәрігер Джо Диспензаның су жаңа шыққан 2 медитация бар. Ешқай жерде жоқ қазақшасы. Соны сіздерге бонус ретінде беремін сабақта. 5 тікелей эфир болады, әр тікелей эфир 3 сағаттан. Өз өміріңіздің нағыз шебері болу өнерін үйренесіздер. Қаласаңыздар өміріңізге келеді, қаламасаңыздар өміріңізге келмейді. Сондай дәрежеге жетесіздер, өйткені бізді ғалам немесе Құдай, Алла Тағала осындай қасиетті, құдіретті, шексіз етіп жаратқан ғой бізді. Және де сіз өзіңізді шектеуге қақыңыз жоқ. Болмай қалады деп айтуға қақыңыз жоқ. Болмай қалады деп айтсаңыз, ол болмай қалады. Болады десеңіз, болады. Не дейсіз, сол болады. Және де сіз қазірден бастап әр айтқан сөзіңізге назар аударып, саналы түрде аңғаруды бастауыңыз қажет. Өйткені бейсаналы күнделікті шектеусіз сенімдер бар ғой. Солар арқылы сіз кез келген ойыңызды, қалауыңызды энергиядан материяға кіргізбей отырсыз. Және де сіз жаман адам емессіз, сіз кінәлі адам емессіз, сіз бағдарламаланған адамсыз. Және де сол бағдарламаны қазір жою керек. Жаңа бағдарлама жазу керек. Молшылық деген. Біздің өміріміз осылай қалыптасқан екен. Сонымен, оқырмандарым, жаңадан тіркелген жандар, қош келдіңіздер. Мен өз тағдырымның автор медитация курсы 26 сәуір күні басталды. Бірінші тікелей эфир өтті. Сақталып тұр Телеграмда. Ертең 3 май күні 2 тікелей эфир болады. Ертең мен мына ақшаның ғылымы бар ғой. Ақша энергия деп айтамыз. Қалай ақша ағынын ашуға болады? Ол оңай. Бір оймен аққаны. Соны ертең 2 тікелей эфирде толық айтып түсіндіретін боламын. Сондықтан курсқа жазылыңыздар. Курсқа 6 майға дейін тіркелуге болады. 6 майға дейін курсқа тіркелу ашық. Медитациялар сақталып тұр Телеграмда. 1 тікелей эфир сақталып тұр, және 2 тікелей эфир сақталады. Барлық тікелей эфирлер сақталады. Тек қолыңыз, егер де төлем жасасаңыздар, бірден төлем жасап, түбіртекті менің телеграмыма жіберсеңіздер, мен сізді сабаққа бірден тіркеймін. Тек сізге 3 общий тетрадь керек болады. Түрлі түсті қалам алып келіңіздер. Өйткені біздер конспект жазамыз. Конспект жазған кезде сіздің мәжеріңізге кіреді. Дейсі ғой. Деп. Өйткені күнделікті енді неше түрлі ойлар бар ғой бізді мазалайтын. Ана ой келеді, мына ой келеді, мына ой келеді. Неше түрлі ойлар бар. Енді олардың барлығын біздер не істейміз? Баяулатуымыз қажет, тоқтатуымыз керек кішкене. Және де
жазу арқылы сіздер назарыңыз жаттығады. Бұл ғылыми дәлелденген факт. Адам жазу арқылы назар жаттығады. Ойлардан арыласыздар. Қанша уақыт өтеді сабақ дейді. 5 тікелей эфир болады, әр тікелей эфирі 3 сағаттан. Былай ғой, доступ 5 айға беріледі. Тікелей эфирге шығып нәтижеңізбен бөліссеңіздер, тағы да 2 айға созып беремін. 5 тікелей эфир, әр эфир 3 сағаттан болады. 4 жексенбі қатарынан 3 сағат болады. Сосын 5-ші тікелей эфир, ол 4-ші тікелей эфир мен 5-ші тікелей эфирдің ара қашықтығы 60-70 күн. Өйткені 4 тікелей эфирде сіз бүкіл сабақтың барлығын тыңдап, жазып, тәжірибелейсіз ғой. Сосын мына 4-ші тікелей эфир мен 5-ші тікелей эфирдің арасында 60-70 күн берем. 60-70 күн бойы сіз медитациялар тыңдайсыз, енді неше түрлі жаңағы өзгерістер пайда болады, сұрақтар пайда болуы мүмкін. 5-ші тікелей эфирде барлық сұрақтарыңызға жеке жауап берем. Өйткені сіздің сұрағыңыз басқа да авторларға керемет инсайт болады. Талдау жасаймыз бәріміз. Неге арман орындалмады? Неге ақша потогы келмеді? Не істегенде ақша потогы жабылады, не істемегенде ақша потогы ашылады? Соның барлығын ғылыми тұрғыда дәлелденген фактпен сізге айтып берем. Өйткені мен өз тағдырымның автор медитация курсы. Бұл соңғы ғалымдардың зерттеуіне сүйеніп мен жазған курсым. Бұл курстан артық, яғни бұл ғылымнан артық ештеңе планета жерде әлі дәлелденген жоқ. Түсінесіздер ме? Мына 2026 жылғы ең соңғы ғалымдардың зерттеуіне сәйкес жаздым мен бұл курсты. 2026 жылғы. Сондықтан келіңіздер, орындар тез толып жатыр. Сосын тағы да хабарым бар айтатын. Хабарламам. Қазір 155.555 теңге ғой курстың бағасы. Алдағы уақытта мен курстың бағасын 222.222 теңге өсірейін деп отырмын. Сондықтан үлгеріп алып қалыңыздар. Каспий рассрочка, Каспий жұма сұраған жандар бар. Каспий жұма ашық. 24 айға бөліп төлеуге болады Каспий арқылы. Немесе Халық банк арқылы 24 айға дейін бөліп төлеуге болады. Пайыз қосылмайды үстіне. Сосын кейбіреулер айтады ғой маған, жартысын қолма-қол ақша, жартысын рассрочка бола ма, жұма деп. Болады. Қалай төлесеңіз де бәрібір, кімнің атынан төлесеңіз де бәрібір, ең бастысы сол 155.555 теңгеге маған фискалдық түбіртек жіберсеңіздер, мен сізді сабаққа бірден қосамын. 7 айда нәтиже болмаса дейді. Дариға ханым, рахмет сұрағаныңызға. Нәтиже кімде болмайды? Нәтиже жүйелі түрде жасамаған адамда болмайды. Нәтиже логикаға сүйенейік, бұл логика негізі. Нәтиже неге болмайды адамда? Жүйелі түрде әрекет етпеген адамда нәтиже болмайды. Бұл логика. Мысалы, Дариға ханым, ұлыңыз боксер болғысы келеді. Не істеу керек ұлыңыз боксер болып, ұту үшін рингте? Жүйелі түрде тренировкаға бару керек қой. Күнде тренировкаға барып, жаттығуларын жасау керек. 1. 2. Сосын арманын жазу керек. Немесе медитация тыңдап, ойындағы жағымсыз дауыстарды күнделікті ұтылып қалам деген ойлар болады ғой. Солардың барлығын тоқтату керек медитациялар арқылы. Жүйелі түрде медитация тыңдау арқылы. Көрдіңіз бе? Сонда ғана сіздің ұлыңыз боксер болып, Қазақстан, яғни дүние жүзінде чемпион атанып, алтын медаль ала алады. Ал егерде сіздің ұлыңыз, бұл логика, бұл логика. Ал егерде сіздің ұлыңыз бір күн боксқа барып, 3 күн демалса бокстан, тренировкаға бармай, жүйелік болмаса, ұлыңыз ұта ала ма? Айтыңызшы, Дариға ханым. Ұта алмайды ғой. Сонда бұл өмірде жасаған адамда нәтиже болады, жасамаған адамда нәтиже болмайды. Мен сіздерге ашық шындықты айтып отырмын. Тіпті мен өзім күнде медитация тыңдаймын, күнде әрине әрекет етеміз, бәріміз әрекет етіп жатырмыз. Әрекет етпей жатырған адам жоқ. Бірақ әрекетке тағы да әрекеттің өзі жеткіліксіз.
Өйткені қажырлы еңбек етіп жүрген жандар неге бай емес? Таңертеңнен кешке дейін заводта еңбек етіп жатыр ғой. Неге ол адам бай емес? Өйткені ол адам арманын жазбайды, қиялдамайды. Сосын медитация тыңдамайды. Міне. Ал арманын жазып қағазға, болашақ өмірінің сценарийін адам бірінші жазады, ойша сүреді, сосын барып ол өміріне келеді. Өйткені біздің келесі сәтіміз қазіргі сезінген ойларымыз арқылы жазылып жатыр. Ал сіз қазір не сезініп отырсыз? Нәтиже жоқ. Саудам жүрмей қалады. Миым ашып кетті. Мен кем сияқтымын. Менің қандай кемшілігім бар? Мен бірдеңе бір кемшіліктерім бар сияқты менің. Жоқ сізде ешқандай кемшілік. Сіз қасиеттісіз, құдіреттісіз. Кемсің деп отырған ол ойыңыздағы мына бейсаналы ой. Алдап отыр сізді. Өтірік айтатыны. Және де сол мына өтірік айтқан ойға сіз алдам қаласыз ғой. Естіп тыңдап, осыны сезініп, бір жылап аласыз ғой. Ешкім сізді тиген жоқ сырттан. Ұрған жоқ, соққан жоқ, бірақ өзіңізбен өзіңіз түнімен жылап шығасыз. Кім сізді жылатқан? Ой ғой. Басқа ешкім емес, ештеңе емес. Көрдіңіз бе? Жандарым сол. Сондықтан әр сезінген ой келесі сәтіңіздің сценарийін жазып жатыр. Бұны тоқтату керекпіз. Жұмысым болмай жатыр, Айсұлу ханым. Келіңіз, жолыңыз ашылады. Ақша ағыны ашылады. Қараша, Фарида ханым, қосайын сізді, қабыл алыңыз. Курстың бағасы 155.555 теңге. Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсымын, рахмет, өзіңіз қалайсыз? Наконец-то қосылдым. Қош келдіңіз. Рахмет. Айка ханым, қалыңыз қалай? Жақсымын, рахмет жаным сол. Ал сабақты қашан алдыңыз, нәтижелеріңізді бөлісіп кетсеңіз? Қараша айында алғанмын. Сабағыңыз өте керемет. Барлықтарына сабақты алыңыздар деймін. Менің жүрегімді тыныштандырған, армандарымды орындаған сабақ болды. Мен қазіргі таңда ұшып жүрмін, Айка ханым. Сіздің сабағыңыздың нәтижесінде, жаңағы медитацияларыңызды тыңдаудың нәтижесінде қысқа нұсқа айтайын нәтижемді. Ең бірінші мен сізді ютубтан көрдім, содан кейін инстаграмыңызды ашып, бір-екі рет тыңдағаннан соң сразу сабағыңызды сатып алдым. Ақшам жоқ болса да бөліп төлеуге алғанмын. Алғаныма ешқашан өкінбеймін. Бірінші нәтиже менде болды, балаларым, қызым тесттен өтетін болды ағылшын тіліне. Соны жазғанмын, сол орындалды. Ең бірінші. Өте қатты қуандым. Содан кейін жаңа Каспиге тың-тың ақшалар түседі дедіңіз ғой. Ол да орындалды. Кішкене былайырақ кетпесем, балаларым шулап жатыр. Содан тағы да орындалған арманым, алтын набор жазған едім, ол да орындалды. Бриллиант алдым, мамама бриллиант алдым. Содан кейін жаңағы сіз айтушы едіңіз ғой, шетелге жаңағы қыдыру керек деп. Вообще шетелге шыққан емес екенбіз біз. Сол бриллиант алудың нәтижесінде жаңағы ойын ойналды лотерея, және сол жерден мен Турцияның 3 қаласына неге ваучер ұтып алдым. Енді бұйырса күзде барамыз деп жоспарлап отырмыз. Сіздің сабақтарыңыздың нәтижесінде жылағым келіп тұр. Тағы да көптеген армандарым орындалды. Біз өзіміз жаңағы жаман ойлаумен, жаңа сіз айтқандай, жаман ойлау арқылы өзіміздің жолымызды өзіміз жауып жүрер екенбіз. Әрқашанда жақсы ойлау керек екен, және медитациялар тыңдау арқылы миды тыныштандырып, жүрекке тыныштық кіргізіп, ақшаны өзіміз шақырады екенбіз. Мен соны түсіндім. Өте қуаныштымын бұл сабақтарыңызға. Әлі де оқып жүрмін. Тыңдамай, күнде тоқтамай медитацияңызды оқимын, және тағдыр хатын жазып жүрмін. Менде көбіне жаңағы
жазғаным көбіне жазғаным орындалады. Сол үшін жазуға тырысамын. Сіз айтасыз ғой, жазып қатырыңыздар деп, жазып қатырып жүрміз. Сол тез айтам деп вообще ұмытып қалдым. Тағы не болды бізде? Жұмысы, мен декретте отырған ана едім. Маған енді жан-жақтан ақша түспейді ғой, тек балалардың пособиясы болмаса. Бірақ жаңа сіз айттыңыз ғой, жақындарыңыз арқылы ақша келеді деп, сол орындалып жатыр менде. Каспийіме күнде тың ақша түсіп, барлығы күшті, ойыма керемет нәтижелер келіп жатыр, жаңағы нелер келіп жатыр. Қалай айтсам болады, болашақта не істесем болады, қандай жұмыспен айналыссам болады деген идеялар келіп жатыр. Мен соны бастайын деп қазір күш алып отырмын. Сізге үлкен рахмет, өмірімізді өзгерткеніңізге, көзімізді ашқаныңызға және осындай күшті курс сатқаныңызға мыңда бір алғыс айтамын сізге. Рахмет. Эфиріңізге қосыла алмай жүр едім. Өте қуаныштымын сізбен қосылғаныма және шын өмірде сізді көргім келеді. Көреміз. Рахмет сізге. Үлкен. Көптеген орындалған армандарым бар, оның барлығын айта алмай тұрмын, қазір мен ұмытып қалдым. Сізді көріп толқып. Өте қуаныштымын. Армандарыңыз орындала берсін. Мәңгі тек болсын, жасай беріңіз осы техникаларды. Амин. Рахмет сізге үлкен. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Айгерім ханым, медитацияны жасауға да уақыт керек дейді. Медитацияны жасамасаңыздар, сәтсіздікке ұшырайсыздар ғой. Сіздер осыны түсіне аласыздар ма? Медитацияны тыңдамасаңыздар, сіздер сәтсіздікке ұшырайсыздар. Болды. Неге сәтсіздікке ұшырайсыздар? Өйткені ойыңыздағы дауыс неше түрлі жағымсыз жағдайларды айта береді ғой. Ол сіз жағымсыз жағдайларды тыңдап отырып, соған сеніп қаласыздар, сол келесі сәттің сценарийін жазып отыр ғой, жағымсыз етіп. Сондықтан сіз сәтсіздікке ұшырайсыздар. Ал медитация, уақыт тауып медитация тыңдайтын болсаңыздар, 30 минут хотя бы, минимум, бір күнде жолыңызда жасыздар. Сәттілік мәңгі серігіңіз болады. Сондықтан медитация курсында әр таң сайын тұрақты тыңдалатын медитация бар. Сосын энергия орталығы медитация бар. Екеуін кезектеп күнде таңертең тыңдап шығуыңыз қажет. Үйден шығатын болсаңыздар. Отырып тыңдау керек оны. 30 минут әр таң сайын тұрақты тыңдалатын медитация, немесе энергия орталығы медитациясы. Екеуі де 30 минуттан, осыны екеуінің бірін тыңдасаңыз. Бір күн әр таң сайын тұрақты тыңдалатын медитация, екіншісі энергия орталығы. Солай да тыңдау, кезектеп те тыңдауға болады оны. Осылай тыңдап бітірсеңіздер, минимум 21 күн, максимум 60 күн тыңдауға болады. Сосын ал қалған кез келген уақытта тыңдайтын медитациялардың саны 25. Ал кез келген уақытта тыңдайтын медитацияларды сіз жүріп тыңдауға болады, тамақ пісіріп тыңдауға болады. Өйткені кейбір медитацияларда андай визуализация медитациялар болады. Мысалы, таңғы мотивация деген медитация бар. Онда сіз негізі отырып та тыңдауға болады, жүріп те тыңдауға болады, тамақ пісіріп те тыңдауға болады. Өйткені сіз оны тыңдаған кезде бір билеп кетесіз ғой, бүйтіп отыра алмайсыз да. Сондықтан, ең бастысы миға жақсы ақпарат беру. Батырбекова Салқын ханым. Постым сізді қабыл алыңыз. Тек медитация сатылады ма дейді. Агия ханым, бұл мен өз тағдырымның авторымын, медитация курсы. Сондықтан ол бөлек сатылмайды. Медитация курсы. Және де тікелей эфирде берілген ақпараттар және медитациялар бір-біріне тығыз байланысты. Сондықтан сізге нәтиже көру үшін сізге сапалы білім керек. Және бұл курста мен сізге сапалы білімді берем. Мен сізден сапалы автор шығарғым келеді. Мен сізден жай ғана ана техниканы сатып, мә деп айтқым келмейді. Мен түп тамырын сіздің түсінгеніңізді қалаймын. Әрбір мәселе қайдан туындайтын түп тамырын
Қазір сіздер біліп алсаңыздар, мәңгі ескересіздер ғой, білесіздер ғой. Бұл мәңгі қалады сізге. Конспект жазып аласыз. Дәптеріңізде қалады. Сонымен, мен өз тағдырым автор медитация курсы 26 сәуір күні сабақ басталды. Тіркелу 6 майға дейін ашық. Тіркеліп алып қалыңыздар. Қазір бағасы 155.555 теңге, алдағы уақытта 222.222 теңгеге өсіремін. Сондықтан үлгеріңіздер. Тағдыр хаты бөлек өзі сатылады, 33.333 теңге. Қазір бөлек сатып алсаңыз, сосын 6 майға дейін курсты алам десеңіз, 155.555 теңгеге, онда 122.222 теңге төлеп апгрейд жасай аласыз. 6 майға дейін сатылым ашық. Маратовна 5066. Маратовна ханым, сізді қоса алмаймын екен, мына жерде қосыл батырмасы болмай тұр. Басқа Инстаграм парақшадан кіріп, маған запрос жіберіп көресіз бе? Сонымен, медитация курсын қалай сатып аламыз деп сұрап жатырған жандар, төменде WhatsApp канал бар. Міне. Соны басып WhatsApp каналға тіркеліп алыңыздар, барлық ақпарат сонда бар. Егерде ертең ақша техникаларын білгіңіз келсе, ақша ағыны қалай ашылатынын білгіңіз келсе, және де қалай сіз мына ақшаны өзіңіз итеріп тастап отырғаныңызды білгіңіз келсе, сабаққа тіркеліңіздер, ертең сол тақырыпты талқылаймыз. Бұл 3 сағат тікелей эфирде мен осыны айтам. Ақша туралы айтам. Бұл үлкен тақырып. Және де бұл тақырыпты сіз білуіңіз керек. Қазір білуіңіз керек. Әйтпесе сіз бейсаналы түрде қазір ақшаны өзіңіздің жолыңызды өзіңіз жауып отырсыз қазір. Білесіз бе соны? Сіздің жолыңызды ешкім сырттан жауып отырған жоқ. Егерде курсыңызда сатып алсам, 2 медитацияны қосып бересіз бе дейді. Иә. 2 медитацияны қосып берем. 155.555 теңгенің ішінде барлығы бар. Және де 155.555 теңге топтық курста мен барлық білімімді қалтамнан бет шығарам да, сосын сізге берем. Ештеңені жасырып қалмаймын. Сабақтар сақталады, егерде тікелей эфирге қатыса алмасаңыздар, запись сақталады. Записті кейін көріп алсаңыздар болады. Бірақ конспект жазып алу керек, иә? Сабақтың ішінде барлығы бар. 26 сәуір күні сабақты сатып алған оқырмандарға дәрігер Джо Диспензаның су жаңа 2 медитациясы шықты, соны бонус ретінде беремін. Егерде арамызда мен ешкімге қызмет еткім келмейді, мен өзімнің компаниямды ашқым келеді, мен өзімнің империямды ашқым келеді дейтін жандар бар ма? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Келіңіздер. Өйткені бұл біліммен сіз өзіңіздің империяңызды аша аласыздар. Және де мәңгі сәтті бола аласыздар бұл біліммен. Қазірден бастап бұл білімді алу арқылы сіз дұрыс өмір сүру қағидаларын үйренсеңіздер болды. Әр ай сайын табысыңыз еселеніп бастайды. Әр ай сайын табысыңыз еселенеді. Және де сізде долларовый миллионер бола аласыз. Осы білім алу арқылы. Келіңіздер. Қазір өзіңіздің империяңызды құрмасаңыздар, уақыт өтіп жатыр, кетіп жатыр. Қазір бастау керек өзгерісті. Доступ 5 айға беріледі. 5 айдың ішінде жүйелі түрде нәтиже сабақты тыңдап техникалар жасасаңыздар, жүйелі түрде нәтижені көресіздер. Тікелей эфирге шығып нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер, тағы да 2 айға созып берем. Айгерім ханым энергия орталығы медитациясын тыңдап отырғанда, астыңғы жағымда сезім деген кезде діріл пайда болады денеде. Ол жақсы ма дейді. Жақсы, жаман деген жоқ, негізі. Енді әр адамның реакциясы әртүрлі болғасын, кей адамда діріл болады, кей адам тонады, кей адам мурашки сезінеді деген сияқты әртүрлі
әртүрлі болады ғой. Сондықтан діріл ол жақсы ма, жаман ба деп ойламаңыз. Бәрі қалыпты, бәрі жақсы. Тек соңына дейін отырып бітіру керек медитацияны. Не сезінсеңіз де. Яғни әрине жақсылықты сезінуіңіз керек. Мына тыныс алу жаттығулар назарыңызды менің даусыма қойсаңыздар, бәрі жақсы болады. Зоя ханым, егер де сабақты қайтадан сатып алғыңыз келсе, менің WhatsApp-ыма хабарласа қойыңыз. Менің WhatsApp номерім +7 777 222 1111. Бұрын медитацияны, бұрын курсты алғанмын деп жаза қойыңыз. Мен сізге өзім жауап беремін, Зоя ханым. Айдана Қайрат қызы. Қостым, сізді қабыл алыңыз. Қайырлы күн. О, жақсы болды. Сәлеметсіз бе? Қашан алдыңыз? Айырым. Мен желтоқсан айында. Қош келдіңіз. Тікелей эфирге. Иә, мен өз нелермен, жаңағы жетістіктеріммен бөліскім келеді. Бірінші алған кезде, жаңағы сіз қалауға да, қаламауға да дедіңіз ғой. Мен бірақ ойлаған жоқпын онышы. Бір қаламауым болып тұрған, өзінен өзі ол кісі тоқтап қалдышы. Бірден 2 күн, 3 күн келді де маған, жалобы жасапшы. Бірақ ойымда осы кісі тегі қоя қойса жақсы болар еді деген ойым болды да, бірақ сразу қыс бойында вообще сөйлеген жоқ. Енді ана одан және де жаңа асханама посуда алам деп ойлағамшы, бірақ соны қалай алам, қазір қоя тұрайын дедім. Олар да өзінен өзі орайын тауып алынып кетті. Және үйге бір зат алам деп ойлансақ, келініміз екеуміз ғой, сол өзінен өзі бір орайын тауып келіп жатыр да. 3 жыл 4 жыл болған, бір 2 зат ала алмай жүргенбіз, келініміз екеуміз ойымызда, бірақ ала алмай жүргенбіз. Сол заттарымыздың бәрі болып жатыр, Алла қаласа. Және 1-2 нәтижелеріміз бар. Енді олар да болып жатыр шетінен. Қуаныштымын. Мына лезде орындалады деген техниканы жасасақ, жаңағы саудаға деп айтып жатырсыз ғой, өзіңіз сол саудаға жасаймын таңертең тұрғанда. Бірінші жаңа тың-тың ақша түсіп жатыр деймін. Алдында жасамай қойғам, алған кезде, бірінші кездеші, 1 ай, 1,5 айдай уақытымда болмады. Сөйтсем ойдағы жаңағы шектеуші сенімдерге сеніп жүре берген ба, білмеймін ғой, өзімше өз-өзімді алдап жүрдім да. Қазір енді жоқ, күнге таңертең тұрғанда жаңа соны айтам, одан ақша техникасын жасаймын, саудам болып жатыр, Аллаға шүкір. Лезде орын алатын техникалар жасасам, қалай жасаймыз, солай болып жатыр. Рахмет. Жаным сосы кеде көп рахмет. Саудаң жүре берсін, ақшаңыз тың-тың түсе берсін. Армандарыңыз. Рахмет. Құшақтадым, сүйдім. Көп рахмет. Рахмет. Жаным. Кіріңіз бе? Өмір оп-оңай. Шектеу деген жоқ. Сіздер әбден өздеріңіздің өтірігіңізге өзіңіз сеніп жылап жүрсіздер, қиналып жүрсіздер. Және ақша ағынын тоқтатып жүрсіздер. Ғалам дейтін шексіз. Шектемейді ол сізді ешқашанда. Шектеген де емес ешқашанда. Ақша дейтін болай жетеді. Қапшықтап табуға болады ақшаны. Қалай табуға болады қапшықтап ақшаны? Сіз өзіңіздің кәсібіңізді ашуыңыз керек. Сіз өзіңіздің туындыңызды шығару керек. Қаншалықты халыққа пайда келесіз, соншалықты көп ақша таба аласыз. Және де қаншалықты кез келген нәрсені сата аласыз. Бірақ біреудің затын емес, өзіңіздің затыңызды сату керек. Түсінікті ме? Өзіңіздің брендіңізді ашып шығаруыңыз керек. Егерде ата-ана болсаңыздар, зейнеткер болсаңыздар, енді әр ата-ана нені қалайды? Балдарының жетістігін қалайды ғой. Енді балдарыңыз сізді тыңдамай жүрсе, сіз сабақты сатып алыңыздар өздеріңіз, егерде зейнеткер болсаңыздар. Осының барлығын сіз балдарыңыз үшін жасасаңыздар, балдарыңыз өзінің
кәсібін ашып, балдарыңыз байып кетеді. Сіз оларға техниканы жасап отырасыз. Ана балаңызға бір техниканы жасап жібересіз, мына балаңызға техниканы жасап жібересіз. Айтып отырмын ғой, сіз медитация тыңдағанда өзіңіздің жолыңызды ашасыз, және де әулетіңіздің жолы ашылып бастайды. Және солар арқылы сізге ақша келеді. Не деген керемет өмір мынау. Үй алу үшін не істеу керек? Сабаққа келіңіз. Өйткені сізде үй алу қиын деген бағдарлама әбден қалыптасып қалған. Әр адамның басында минимум 10 үй болу керек. Қазақстанда әр қазақтың басында минимум 10 пәтер болу керек. Ал сіз бір пәтерді алса қалай деп өзіңізді шектеп отырсыздар. Көрдіңіз бе? Айтып отырған сөзіңіз арқылы. Және оны байқамай айтып отыр ғой. Айтпақшы, мен сіздермен бір жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Түркияде осы ақпан айында сабақты сатып алған бір автор хабарласты, өзінің нәтижесімен бөлісті. Ол Түркияде тұрады. 2022 жылы жолдасы мына Түркияде бір программа бар екен. Неше 2 миллион теңге ақша құясында, сосын 70 мың теңге әр ай сайын төлеп, 10 жыл қатарынан төлеп тұруға болатын. Сондай бір бағдарлама бар, программа Түркияде. 2022 жылы сол бағдарламаға күйеуі іліспей қалған, яғни ұтпай қалған сол бағдарламаны. Ақпан айында алған автор осы курсты сол үйді алу үшін жасайды. Сөйтіп 89 мың халықтың ішінде 700 адамды таңдайды екен. Сол 700 адамның ішіне автор, ақпан айында алған автор ілігіп отыр ғой. Түркияде 3 бөлмелі пәтер алып отыр ғой. Сенесіздер ме? Первоначальный взнос 2 миллион теңге төлеген екен, сосын ай сайын 70 мың теңге төлеп тұрады. Соған ілігіп отыр ғой. Медитацияның арқасында, білімнің арқасында, физиканың арқасында. Жұмысыңыз, жолдасыңыз жұмыссыз ба? Сабаққа келіңіз. Үндемей қатырасыз, жазып. Яғни осылар жасайсыз, үндемей, ұрыспайсыз. Сен неге әлі жұмыс таба алмай жүрсің? Нағып жүрсің бостан босқа деп айтпайсыз. Өйткені сіз оған ұрысып, жаңағы ұрсатын болсаңыздар, ақша поток жабылады. Жолыңыз жабылады. Ұзаққа жабылады. Тоқтату керек оны. Бұл физика. Мен ойымнан тауып алып отырған ештеңем жоқ. Бұның барлығы дәлелденген. Сабағыңды қалай аламыз? Мұнда төменде WhatsApp каналы бар. Сонда барлық ақпарат бар. Каспи Пейге курстың бағасы 155 теңге. Каспи Пейге төлеңіз. Сосын түбіртекті менің телеграмма жіберсеңіздер, мен сізді бірден сабақ тіркеймін. Ешкімнің көмегісіз өз еңбегімізбен үй алғымыз келеді дейді Гүлнұр ханым. Келіңіз сабаққа. Бір үй емес, 10 үй аласыз. Бұл сабақтан білесіз бе? Бұл біліммен. Бірақ жүйелі түрде жасау керек. Жүйелі түрде жасаған адамда нәтиже бар, жүйелі түрде жасамаған адамда нәтиже жоқ. Бұл логика. Мен сіздерге осыны үйретемін. 155 теңге. Неге соншама қымбат деп жатыр? 155 теңге. Бұл қымбат емес. Қымбат деп айтып отырған ойыңыздағы өтірік дауыс, және де сіз соған сеніп отырсыз. Бұл өмірде қымбат деген нәрсе жоқ. Ештеңе де қымбат емес бұл өмірде. Барлығы қол жетімді. Тек өзіңізге рұқсат етсеңіз ғана. Міне, қарашада алдым сабақты. 25 жыл жұмыссыз күйеуім, бір ай жаздым дейді. Құдайдың құдіреті 190 мың теңгелік жұмысқа шығып кетті. Мен
Таң қалдым, әлі күнге дейін дейді ғой. Рахмет бөліскеніңізге. Міне, қымбат емес бұл сабақ. Осылай, номер +7 777 222 1111. Айгерім. Жазыңыз, мен жауап берем. Осылай, келгендеріңізге көп рахмет. Сабақ 26 сәуір күні басталды. Бірінші тікелей эфир сақталып тұр. Екінші тікелей эфир ертең болады. Сондықтан екінші ертең ақша техникаларын берем. Ертең ақшаны зерттейміз. 3 сағат бойы мен ақша туралы айтам. Ақшаның міне әр сезген сезімге ол қандай ой тоқтатып отырған бәрін сізге тізіп берген кезде сіз о май гад дейсіз ғой. Енді білесіз де, бірақ білместіктен аңғармай жасап жүрген заттар өте көп. Соның барлығын қазір тоқтатуыңыз керексіздер. Егер де болашағыңыз, ұрпағыңыз табысты болсын десеңіздер. Өйткені сіздің халіңіз, сіздің күйіңіз балдарыңызға беріліп жатыр. Білесіз бе соны? Көрінбейді көзге. Бірақ мына бағдарлама, тапшылық жетпейді, сауда жүрмейді, кризис деген бағдарлама бар ғой, соны сіз ұрпақтан ұрпаққа беріп жатырсыз ғой қазір. Тоқтатыңыздар бұны. Қазір тоқтатсаңыздар, шалқып өмір сүресіздер. Саламатсыз ба, обучениенің ішіне не кіреді дейді. 28 ғылыми дәлдерге негізделген, соңғы ғылыми дәлдерге негізделген 28 медитация курсы кіреді. Медитация кіреді. 5 тікелей эфир, әр тікелей эфир 3 сағаттан 15 сағат менімен бірге тікелей эфир болады. Сосын тағдыр хат үлгілері кіреді. Өз өміріңіздің нағыз шебері болуды үйренесіз. Әр медитация үлкен сабақ. Желтоқсанда алдым. Менің күйімді арағын қойсын деп жаздым. Қазір арағын тастап кетті. Аллаға сансыз шүкіршілік етіп жүрмін дейді. Браво. Браво. Міне, сіз автор өмірдің сценарийін сіз жазасыз. Қалай қалайсыз, дәл солай болады. Қаламайсыз ба, мейірімді түрде сіздің өміріңізден кетіп қалады. Сабақты сатып алайын деп едім дейді. Мында WhatsApp канал бар, төменде. WhatsApp каналға тіркеліп алыңыз. Төлем жасап, түбіртекті телеграмма жіберсеңіздер, немесе WhatsApp-ма жіберсеңіздер, сізді сабаққа тіркеймін. Орындар тез толып жатыр. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Бану Егістаева ханым, Қараша. Постым сізді қабыл алыңыз. Ешқандай университет. Қазір тілім байланып отыр бақыттан бұл жерде. Рахмет бөліскеніңізге. Ешқандай университет үйретпейтін терең білім. Рахмет пікіріңізге. Осылай, келгендеріңізге көп рахмет. Шектемеңіздер өздеріңізді. Шектеп отырған өзі ойыңыздағы дауыстар ғана. Олар өтірік айтады, және сіз сол өтірікке алданып отырсыз ғой таңертеңнен кешке дейін. Алданып қаласыз. Олар өтірік айтады. Ал шындық не? Шындық ол шексіз молшылық. Шектемеңіздер ешқашандар өздеріңізді. Қақыңыз жоқ шектеуге өзіңізді. Шалқып өмір сүре аласыздар сіздер. Және құқылысыздар соған. Құдай бізге мына мұхиттарды не үшін берді? Көру үшін, саяхаттау үшін, әр сәтімізден ләззат алу үшін берді. Тауды не үшін берді? Көру үшін, ләззат алу үшін. Қымбат машиналарды не үшін шығарып жатыр? Айдау үшін, әр сәтімізден ләззат алып, сезіну үшін. Міне, барлығы сіз үшін бұл өмірде. Армандарым орындалсын деп ойымда ойласам, медитацияда жылаймын, ол неден дейді. Медитация барысында жылау ол қалыпты, ол тазаруды білдіреді. Сондықтан сіз тазарып жатырсыз. Осылай келгендеріңізге көп рахмет. Күтем баршаңызды сабақта. Сау болыңыздар. Шықтадым, сүйдім.